Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз 3 сынып қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабақты көрден алды. Мен каналыма тіркеліп алыңыздар, қоңырау түймесін басып алыңыздар. Бүгінгі сабағымыз 3 сабақ. 3 сынып қазақ тілі сабағында нәтиже сабақ. 49 сабақ. 49 сабақтың бірінші жаттығуы мәтінді түсініп оқы. Сабақтың о бастағы мағынасы тіпті басқаша. Араб тіліндегі сабақ сөзі таңертең деген мағынаны білдіреді. Оның ауыспалы екінші мағынасы таңертең келу. Оқудың көбіне ертеңгілікте басталатынын ескерсек, сабақ сөзінің таңертең оқуға келу мағынасын беретіндігін байқаймыз. Мәтінге ат қой. Мәтінге не деп ат қойсақ болады? Мәтінге сөз мағынасы деп қойсақ та болады. Бала жазып қойсақ болады. Бұл жерге мында жазып қоясыздар. Сөз мағынасы. Осылай жазып қоясыздар. Және сабақ. Бірінші сұрақ. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырып жаз дейді. Бірінші сұрағымыз. Сабақ сөзінің тура мағынасын нені білдіреді дейді. Келесі екінші сұрақты мен былай құрастырдым. Сабақ сөзінің ауыспалы мағынасы қандай деген. Келесі сұрақ, үшінші сұрақ, оқу көбінесе қай уақытта басылады? Осылай мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырсақ болады екен балалар. Келесі екінші жаттығуымыз жұмбақты шеш және оны көшіріп жаз. Антонимдердің астын сыз. Мұртын сипап күн бойы, бетін сусыз жуады. Тысырды аңдып түн бойы, тышқанды көп қуады. Бұл не? Бұл жауабы мысық. Қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына талдап, тиісті белгілеме белгіле дейді. Қарамен жазылған сөздер сусыз және тышқанды деген. Бұл жерде су түбір сөз, сіз жұрнақ болады. Тышқан бұл жерде түбір сөз, д деген бұл жұрнақ жалғау болады балалар. Сөз құрамына талдадық. Бұлар туынды сөздер деп атаймыз. Келесі үшінші жаттығу берілген тақырыппен тірек сөздерді оқы. Бұл мәтінде не туралы айтылуы мүмкін дейді. Кітаптар мұңы деген мәтін құрастырады екенбіз. Осы тірек сөздер арқылы жыл соңы, мектеп кітапханасы, жыртылған кітап деген, сызылған кітап деген сөздерді қосып, тақырыппен тірек сөздермен шағын әңгіме құрастыр дейді. Әңгіме құрастырдым. Бұны астында қазір көрсетемін. Кітап, кітапша және кітапхана, кітапханашы сөздері қандай сөздер? Кітап, кітапша, кітапхана, кітапханашы деген сөздер бұл түбірлес сөздер. Яғни бұның түбір сөзі кітап. Бұл жерде де кітапшада да кітап, кітапхана дегенде де кітап, барлығында бір түбір сөз бар. Келесі енді мәтін құрастырдық. Кітаптар мұңы деген. Кітапханашы жыл соңында мектеп кітапханасында кітаптарды жинай бастайды. Сол кезде бір жыртылған кітап пен сызылған кітапшалар өз мұңдарын шағады. Бізді неге балалар қорлайды? Бізді аялап ұстау қажет деп айтады. Білімнің бастауы кітап екенін кітапханашы жыл басына келген балаларға айтады. Ендігәрі олай жасамау керек, балалар. Кітапты әрдайым аялап, таза ұстау қажет. Ондан сіздер білім аласыздар, нәр аласыздар. Болашақта жаңа білімді ғылымдарды зерттейсіздер кітап арқылы. Барлық ғылым мен білімнің бастауы бұл кітап екен балалар. Сондықтан кітапты жыртпай, сызбай ұстау қажет. Сіздерді осылай кітаптар мұңы деген, кітаптар да мұңаяды екен, балалар. Осылай әңгіме мәтін түзсеңіздер болады, жазсаңыздар. Келесі төртінші жаттығу берілген сөздердің түбірі мен қосымшасын ажыратып, кестедегі тиісті бағанға орналастыр дейді. Мысалы, кезекшіге деген сөзде кезек деген түбір сөз, ш жұрнақ, ге жалғау екен. Ал келесі сөздеріміз достықты, дос деген түбір сөз, тық деген жұрнақ, т деген жалғау екен. Сөздікпен сөз деген түбір сөз, дік деген жұрнақ, пен жалғау. Іскер, іскер дегенде іс түбір сөз, кер жұрнақ болады балалар. Сыйлық деген сөзде сый деген сөз түбір сөз, лық деген жұрнақ екен. Уақыты деген сөз, уақыт деген сөз түбір сөз, деген жалғау болады екен балалар. Осылай кесте түрінде жазып қойсаңыздар болады. Келесі 5-ші жаттығуымыз сөздерді оқы. Бәрі түбірлі сөз бола ала ма? Тек түбірлі сөздерді теріп жаз дейді. Әр сөздің түбірін тиісті белгімен белгіле дейді.
Бұл жерде бұлардың сөздердің бірінші сөзіміз бұл бала деген сөз екен. Бала бұл түбір сөз. Бала дегенде түбір сөз. Қай деген жұрнақ. Бала қан болды жұрнақ. Бала деген сөз түбір сөз. Бала тағы түбір сөз. Мен деген жалғау. Балалық деген сөзде бала түбір сөз. Лық деген жұрнақ болады екен. Балалар. Келесі сый, сыйлау, сыйлық, сыйлы деген. Бұл жерде сый түбір сөз. Сый түбір сөз. Аллау деген жұрнақ. Сый түбір сөз. Лық деген жұрнақ. Сый түбір сөз. Ла деген жұрнақ екен балалар. Осылай белгілейміз. Ек деген сөзде ек, егін, егіндік, егінші, егінді. Бұл түбірлес сөздерге жатпайды онша. Бұл келесі тек осы сыйлы, бала деген сөздер түбірлес сөздер болады. Ең соңғысы түбірлес сөзге жатпайды онша. Мағыналар өзгеріп кетеді. Мысалы, егіндік, егін, ек деген сөз. Егу деген сөз. Осымен бүгін сабағымыз аяқталды балалар. Мен каналыма тіркеліп алыңыздар, қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.